келіншегіміз екеуміз жақында Кореяға барып қайттық, оңтүстік Кореяға. Деп алып кетті, барып қайттық әйтеуір. Бір рет кезде болды, ат шығам ғой мен үйден негізі бар ма. Кореяға бардық, сөйтіп бізді қазақ жігіттер күтіп алды, заттарымызды қойдық. Түнгі 10 болды сағат. Сөйтіп біз көшеге шықтық, тамақ ішейікші деп. Шықсақ қалада адам жоқ қой. Сосын қасында жігіттерден сұрадым, мына Кореяның халқы қайда кеткен десем, олар айтады, барлығы 6-да 7-де ұйықтап қалды дейді. Таңертең ерте тұрып жұмысқа бару үшін дейді. Ал біз 6-да 7-де ешкім ұйықтамайды. Неше болды сағат? Әлі 30 ғой, мысалға деп жатырмын мен. Біз 8-де жұмыстан келеміз да, не істейміз? Тамақ ішеміз. Сөйтіп бүгін ағайын туған туыс бала шағамызбен көшеге шығамыз тамақ басып келу үшін. Сөйтіп көшеде жүреміз да, бір жерге соғып не істейміз? Пицца жейміз, біз пицца жейміз, шашлик жейміз. Сөйтіп түнде бірде үйге қайтып баратып, бір гриль ала салатынымыз бар шай ішу үшін үйге барып. 4-ге дейін грильмен шай ішеміз, жатамыз, көзіңіз ілінбейді, қарның тойып кеткен, 6-да көзің жұмылады, 7-де оянасың, жұмысқа барасың, тірлігінің берекесі жоқ. Міне ұйқысы қанбаған адам осылай болады. Ана кәрістердің ұйқысы қанған халықтың қалай дамығанын көрдім мен. Көздері бейтіп алып, жаман аналар жахат жұмыс істейді ғой. Стандарт еще бәрі бар ғой, сызғышпен тудырады деймін. Асып кетсе қарқып шек, мынандай. Әлемдегі ең биік 5 ғимараттың біреуін кәрістер салған. 541 метрлік ғимаратты 2 жылда салып тастаған. Бұны қалай 2 жылда салған десем, бұлардың ұйқысы қанған, ұмытпай салған дейді. Ал бізде 2 жылда біткен ғимарат көрдіңіздер ма? Біз ойлаймыз, любой бір здание басталса, бітпей қалса айтамыз, ақшасын жеп қойды. Ақшасын жемеген аурулар ғой, ұмытшақтар ғой, бәрі ұмытып кеткен ғой салуды. Ұмытып, Эллертонды әйтеуір бітіріп жатыр, ұйқысы қанғандар әйтеуір. Ұйқысы қанбағандар істей алмады, ұйқысы қанғандар ұрады Қытайдан келіп, молодец рахмет. Бізде тұрған асфальтты қазатта көмуді ұмытып кетеді ғой, кәдімгі сол жерде жата береді. Ішіне 2 адам түседі, 2 блогер айқайлайды, содан кейін барып жабады. Негізі құрметті көрермендер, мен сіздерге айтайын, бізге уақытпен жүріп үйрену керек. Жалпы цифр деген бар ғой өзі, сан. Сағатта 1-ден 12-ге дейін. Сонымен жүріп үйрену керек қой. Біз ешқашан сан айтпайтын халық екенбіз. Сағат қашан келдің деп сұрасаң, бағана дейді. Ондай цифр жоқ құрметті. Таксистің өзіне қашан келесің десең, міне дейді. Бір 2 минутта келеді екен ғой деп шыға бересің. Жақындап қалдың братан десең, онда 5-6 минуттан кейін шығасың. Өзіміз бірақ түстен кейін, түске дейін, шамалдан кейін дейді, уақыт қылмайды ол негізі. Бірақ енді аталарымыздың өзі уақытпен, цифрмен жүрмеген екен ғой, оның барлығын сөзбен жеткізген. Пісірім уақыт, ат шаптырым жер, алыс болса ит өлген жер, жақын жер болса шаптырым жер. Вообще цифр айтпаған, цифрды тек біраз жерде айтқан біздікілер. Ана 2 әйелі бар. Болды, басқа жерде айтпайды. 2 деген санды анық айтамыз, қалғанын айтпаймыз біз. Анам біреуі бар екен ғой дейді, тұр бақ дейді.